Қыздар, анау ресторандарда заказ беріп жатамыз ғой осы том ямға. Сол том ямды үй жағдайында жасап көргенсіздер ме? Лимонның согымен вообще күшті болып шығады. Пияз бен чеснокты қуырып аламыз, үстіне тауық етін салып, оны да қуырамыз, кейін саңырауқұлақтарды салып, 1-2 минутқа оларды да қуырып аламыз. Том ямға арналған арнайы соусты қосасыздар да араластырып жіберіп, 1-2 минут кішкене қуырып аласыздар баяу отта. 3 ас қасық қаймақ саламыз, сливки құйсаңыздар да болады. Мен қаймақпен жасадым. Араластырып жіберіп, үстіне су құямыз. Келесі үстіне балық қостым, одан кейін тәтті бұрыш пен черри қызанақтарын қостым. Егер үйдегі балалар балықты ұнатпаса, балықты қоспай қойсаңыз да болады, дәмді болып шығады. Үстіне наскөкті қосып, баяу отта 5 минутқа қалдырасыздар. 5 минут өткеннен кейін міне біздің том ям сорпамыз дайын болды. Прям ресторандағылардан асып түспесе кем болмайды ғой, қыздар, күшті болып шықты. Дайындап көріңіздерші. 30 минут уақыттарыңыз кетеді, тез дайындалады. Әсіресе мынау тұмаудың, грипптің уақытында прям күшті кетеді ғой. Сорпаның өзі кішкене ащылау болғандықтан жанына осылай күріш қосып ұсынасыздар. Күрішпен де вообще шынымен әдемі кетеді. Балаларға да өзімізге де ұнады. Сіз де сақтап алып, осы рецепт бойынша дайындап көріңіз.